Сәлем достар, бүгін сіздердің назарларыңызға өзімнің ерекше дәмді десерттер мен тоқаштар атты кітаптағы рецепттердің бірімен бөліспекпін. Осы кітаптағы барлық рецепттер секілді бүгінгі дайындайтын сүзбелі бәлішіміз де ерекше жеңіл дайындалады. Қолжетімді ингредиенттерден және де қорытындыдан керемет дәмді болып шығады. Рецепттегі басты ингредиенттер сүзбе мен какао болып табылады. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жақсы көретін сүзбеңізді қолдансаңыз болады. Мен нәтиже компаниясының сүзбесін қолдандым. Ең бастапқы қадамымызды формадан бастаймыз. Бұл рецепт диаметрі 18 см формаға арналған. Сіз өзіңіздің үйде бар формаңызды қолдансаңыз болады. Ең бастысы диаметрі 18 см-ден аспау керек. Мен видеодағыдай форманы қолдандым және өздеріңіз тамашалап тұрғандай алдын ала дайындап қойдым. Яғни сары май жағып, үстіне ұн септім. Бұл форманы қазір тозаңғышқа қойып қоямыз. Қолданған дейін себебі майымыз бен ұнымыз қату керек. Сол кезде бәлішті формадан алған кезде еш қиналмай жеңіл алатын боламыз. Видеоның басында айтып өткендей, дайындалу әдісі өте жеңіл, тек қана ингредиенттерді өзара араластырамыз. Бар болғаны менің сүзбем біраз ірі, сондықтан соңында блендермен бір ұрып аламын. Сіз өзіңіздің таңдаған сүзбеңізге қарай әрекет етіңіз. Видеода көрсетіліп тұрғандай сүзбеге алдын ала ерітіліп суытылған сары майды, шекерімізді, жұмыртқаны және жүгері крахмалын қосамыз. Міндетті түрде жүгері крахмалы, себебі картоп крахмалы бәліштің структурасына, консистенциясына әсер етеді және оның қолдану граммы басқаша болады. Бүкіл ингредиенттерді өзара жақсылап ұрғышпен ұрып, араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша видеода көрсетілгендей мен секілді блендермен де ұрып алсаңыз болады, бірақ міндетті емес. Табаны үшін бізге әдеттегідей тек қана ингредиенттерді араластыру ғана қалады. Бір айта кететін бұл жерде жұмыртқа туралы. Жұмыртқаны жартысы керек, бірақ ол үшін бір жұмыртқаны бір ыдыста жарып аласыз, араластырып, яғни ақ пен сарысы араласқаннан кейін барып қана 25 граммын, яғни жартысын өлшеп бүкіл ингредиенттерге қосасыз. Құрғақ ингредиенттерді қосқаннан кейін қамырымызды, яғни болашақ қамырымызды жақсылап араластырамыз. Яғни мен бұл жерде мүмкіндігінше ұрғышпен қолдандым. Әрі қарай араластыру қиын болғаннан кейін қолмен жалғастырдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша әрине бастан аяқ қолыңызбен араластырсаңыздар да болады. Осы кезде тозаңытқыштан біздің формамызды аламыз. Формаға дайын болған қамырымызды салып, өзіміздің формамызға қарай қамырға форма береміз. Болашақ бәліштің формасын берген кезде ең басында жандарынан бастаймыз. Видеода көрсетілгендей, ең басында форманың жандарына қамырды жағып, формасын бергеннен кейін барып, табанын жасайсыз. Қамырымыздың формасын беріп болғаннан кейін кезек салмада. Берілген форманың ішіне салмамызды құйып, тегістеп, алдын ала 180 дәрежеге дейін қыздырылған пешке беті қызарғанға дейін орталама 20-30 минуттай пісіреміз. Тадам! Бәлішіміз дайын. Бәлішті формадан алмастан бұрын бәліш жақсылап суы керек. Суығаннан кейін бәлішті видеода көрсетілгендей тарелкілердің көмегімен формадан шығарамыз. Ерекше дәмді, өзі сондай нәзік сүзбелі бәлішіміз дайын. Дайындалу әдісі өзіңіз көргендей өте жеңіл, ингредиенттері қолжетімді, ал дәмі болса нағыз шоколадты чизкейкке ұқсайды. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше күн жақсы болғай.